Қазақэйр әуе компаниясы 2 айда аймақтарға 10.200 жолаушыны тасымалдады. Бүгінде ол Алматы-Павлодар, Астана-Алматы, Павлодар-Шымкент, Алматы-Қостанай, Қостанай-Ақтөбе, Шымкент-Ақтөбе, Ақтөбе-Атырау, Шымкент-Атырау бағдарлары бойынша тұрақты аймақтық рейстер орындап жатыр. Қараша айында Талдықорған-Алматы, Талдықорған-Астана бағдарымен тұрақты қатынау жоспарланды. Еліміздің оңтүстігі мен батысын жалғаған әуе рейстеріне сұраныс жоғары. Бұл бағыттар бойынша жүктеме орта есеппен аптасына 20-30% артып келеді. Бастысы Қазақэйр әлеуметтік бағдарлы компания. Наши прямые рейсы дают возможность сократить не только время в пути на 80 до 90%, в среднем, но также сократить и расходы на эти авиаперелеты, то есть до 40-50%. Қазанның 20-сынан бастап Астана-Алматы және Алматы-Петропавл бағытында қатынайтын Тұлпар-Тальго пойыздарында мультимедиалық ойын-сауық порталы іске қосылды. Енді жолаушылар алуан жанрдағы фильмдер мен ойындардан тұратын мультимедиаға қосыла алады. Онда отандық және әлемдік фильмдер мен мультфильмдердің ауқымды топтамасы жинақталған. Сондай-ақ жолаушылар портал арқылы жаңалықтарды оқып, сервис және қызмет көрсету сапасына қатысты өз пікірі мен ой ұсыныстарын жазып қалдыра алады. Жыл соңына дейін бұл қызмет Тұлпар-Тальгоның барлық 12 бағытында енгізіледі. Пойыздардың жүру кестесін көре аласыздар, және такси, қонақ үйлерді өздеріңіздің қалаған қалаларыңыздан көре аласыздар. Қорғаста 40 миллион тоннадан жоғары көлемде жүк тасымалдауға мүмкіндік беретін теміржол және логистикалық инфрақұрылым салынды. қтж Харгос Гетвей құрғақ порты 2 ай ішінде 10 мыңнан астам 20 фунтқа эквивалентті жүк өңдеді. Қорғас халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығында экспорт-импорттық сауда операциялары мен контрактілі логистика бойынша 5 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жұмыстары басталды. Тағы 10 жоба қарастырылып жатыр. Оларға құйылатын инвестицияның жалпы көлемі $300 миллион. Соңғы 5 жылда Қытай-Европа бағытындағы транзит көлемі 17 есеге өскен. Қазатомөнеркәсіп компаниясы трансформация бағдарламасына бүгін ресми түрде кірісті. Мақсат әлемдік нарықтағы көшбасшылықты сақтай отырып, 2025 жылға қарай компанияның құнын 3 есеге ұлғайту. Ол үшін өндірісті ядролық отын циклынан реакторға дейінгі барлық буынға әртараптандыру қажет. Тиімділікті арттыру үшін мегаполиске шоғырланған 11 кәсіпорын өндірістік аймақтарға көшіріліп жатыр. Порядка 300 миллионов тенге мы можем экономить на... Бұл географиялық тұрғыдан оңтайландыру. Осының арқасында тек кеңсе жолдауға кететін шығыннан жылына 300 миллион теңге үнемделеді. 8 кәсіпорын 4-еуі Шымкентке көшті. Қалған 4-еуі жыл соңына дейін көшеді. Қызылордаға 2-еуі көшті, тағы біреуі биыл толық көшеді. Бұдан бөлек компания құрылымындағы 27 бейінді емес актив жекешелендіріледі. Өйткені олар компания құнын арттырудың орнына шығынды ұлғайтып тұр. Келер жылы Қазатомөнеркәсіп жүйесінде трейдерлік компания құрылмақ. Одан соң жабдықтар технологиялық тұрғыдан жаңартылады. Компания өнімді өңдеуге ден қояды. Бастысы әр қызметкердің еңбегі жеке бағаланбақ. Эти KPI не вызов в кабинеты, не телефонный разговор заставляет бегать людей. Әрбір қызметкер өзінің KPI-ін білуі керек. Оның саны 3-5 тармақтан аспауы керек. Адамдардың кабинетке шақырып, телефонмен талап еткеннен гөрі түбегейлі ойластырылған KPI жүйесі ынталандырады. Өйткені ол кімнің нақты қалай жұмыс істеп жатқанын көрсетіп тұрады. Қорыта айтқанда ұлттық атом компаниясы бар қуатын өндіріске шоғырландырып, қатарында тек бейінді 49 кәсіпорынды қалдырады. Оларды басқару жүйесі 3 буынға дейін қысқарады. Нәтижесінде 2025 жылы компанияның экономикалық қосымша құны 32 миллиард теңгеге жетуі тиіс.